жеңілдеттік лиззикри дейді. Міне мына айтып тұр ғой. Міне лиззикри уалақад яссарнал құр'ана лиззикри дейді. Расымен де біз Құр'анды не істедік? Жеңілдетіп қойдық. Неге? Зикр дейді. Зикр дегеніміз не? Зикр тадаккур, хифз, фахм. Үш мағынаны білдіреді. Ана зикр дегеніміз біз Құранды зикрге не істедік? Жеңілдеттік дейді. Енді бұл жақта зикр деген мағынаның үш мағынасы бар. Бірінші тадаккур. Тадаккур дегеніміз не? Есінде сақтау дейді. Есінде сақталған нәрсені ойлап отыру дейді. Яғни Құранды жаттап алып, есіңе сақтап, былай не істеп отырсаң, жеңіл да. Есіңе түсіріп, жаңағы Еркебұлан ұстаз жаңа шықты имамдыққа. Сол кезде оқыған аяттарды былай есіңе салсаң, жеңіл, есіңе түсе береді. Екіншісі хифз, жаттау дейді. Құран кітапты ашып жаттайтын болсаң, ол да жеңіл дейді. Үшіншісіне фахм. Фахм дегеніміз не? Фахм дегеніміз түсінік. Құранды түсінудің өзі жеңіл дейді. Енді фахал мин муддакир, Аллах Тағала аяқта айтып жатыр. Фахал мин муддакир, соның ішінде муддакир бар ма дейді. Муддакир дегеніміз кім? Мутазаккир, осымен айналысатын адам бар ма дейді. Осы Құранменен айналысатын адам бар ма? Муддакир дегеніміз осы дейді. Имам Құртуби рахматуллахи алейхи айтып жатыр. Сахалнаху лил хифзи, Алла субханала тағала айтып жатыр, біз оны Құранды жаттауға жеңілдетіп қойдық. Уанна алейхи ман арада хифзаху, және де кім Құранды жаттауға бел буатын болса, біз оған көмектесеміз деп жатыр Аллах Тағала. Міне, уалақад яссарнал құр'ана лиззикри фахал мин муддакир дегеніміз осы. Аллах Тағала не істейді? Жаттауға жеңілдетіп қойдық, және де кім жаттағысы келеді, біз оған көмектесеміз деп жатыр. Фахал мин талибин ли хифзил құр'ани фаюану алейхи, осы арамызда Құранды жаттайтын, жаттағысы келетін адамдар бар ма? Біз оған көмектесеміз деп Аллах Тағала айтып жатыр. Фахал мин муддакир дегеннің мағынасы осында. Имам Құртуби рахматуллахи алейхи осыны айтып жатыр. Имам Құртуби дегеніміз кім? Құранды тәпсірлейтін үлкен ғалым. Алла субханала тағала Құранда айтып жатыр. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бәл хуа аятун байинатун фи судуриллазина утул илм. Анкабут сүресінің 49-шы аятында. Міне, екіншісі жазып қойдым. Бұл Құран аят. Ол сондай аят дейді. Хуа аятун байинатун. Түсіндіретін дейді. Барлығын түсіндіреді бұл аят. Бұл аяттар, Құран аяттары кімнің жүрегінде болады дейді? Кімнің көкірегінде? Фи судури. Сондай адамдардың көкірегінде болады. Аллазина утул илм. Жүрегіне ілім кірген адамдардың көкірегінде болады деп Құран. Ілім талап еткіміз келе ме? Онда осы Құранды көкірегімізге жинайық. Осы Құранды. Лиллахи ма арва'a хазихил аят аллати тубайину изама ша'ни судури аллати тахфизу калам Аллахи азза ва жал. Енді қараңыздаршы, осы аяттан кейін біз бірден түсінеміз, Аллах субханала тағаланың кәламын өзінің көкірегінде сақтап тұрған адамдардың құрметті екенін қалай түсінеміз? Шынымен де хафиздерді құрметтеуіміз керек. Олар Аллах тағаланың кәламын көкіректерінде сақтап тұр. Ватасифу асхабаха бианнахум хумуллазина утул илм. Алла субханала тағала осы хафиздерді не істеп тұр? Сипаттап тұр. Не дейді? Аллазина утул илм. Олар сондай адамдар, ілім қонған адамдар дейді оларға. Хәл бa'да китабиллахи та'ала мин илмин. Аллах Тағаланың кітабынан басқа асқан ғылым бар ма? Әлбетте жоқ. Одан асқан ғылым жоқ. Алла субханала тағала бізге өзінің құлдарын осы өзінің сөзін соның нелеріне, көкіректеріне жинап қоятын құлдарын таңдайтынын көрсетіп жатыр. Яғни Алла субханала тағала таңдайды екен. Арамыздан бізді таңдайды, сол Құранды өзінің кәләмін соның жүрегіне сақтап қоюға таңдайды екен. Сол үшін иншалла барынша Құран жаттайық. Барынша. Қаншама үлкен қарияларға дейін жаттап жатыр. 50-60 жастағы Құран жаттап жатқан адамдар бар. Ал біз кімбіз қазір? Жаспыз. Осы жақта отырғандардың барлығы жас.
Bal law ta'ammala an-nasu hadhihi al-qadiyya, егер де адамдар осы нәрсені жақсылап ойланатын болса, قضية اختصاص هذه الأمة بأن جعل الله صدور علمائها سببا في حفظ آيات القرآن في آيات الله تعالى البينات لعلموا قيمة حفاظ كتاب الله تعالى. егер де адамдар осы нәрсені ойланатын болса, жақсылап, онда олар хафиздардың несін түсінеді? Қадірін түсінеді. Міне, хафиздар қандай қадірлі Аллах Тағаланың алдында. Ең мына несі? Таң қалатын нәрсе. Аллах Субхану ва Тағала араб еместерге Құранды жаттатқызған кезде өздері арабша сөйлей алмайды, бірақ Құранды жаттаған кезде олардың сөздері өте керемет шығатын адамдарға таң қаламыз. Қараңыздаршы, хафиздарды қараңыздаршы, еркебұлан ұстаздардан арабша білесіз бе ұстаз деп сұраңызшы. Арабша білмейді, бірақ Құранды оқыған кезде қалай оқиды? Арабтардан да керемет оқиды. Міне Құранның кереметтілігі қандай. Абай жолын қазір жаттап алған бір адамдар бар ма? Жоқ, жаттай алмайды, ешкім жаттай алмайды оны. Бір араб келіп Абай жолын жаттап, мен қазақша білмеймін, бірақтан арабша білем, мен бірақ Абай жолын жақсы білем дейтін адамдар бар ма? Жоқ, ондай адамдар жоқ. Көрдіңіз ба? Құранның кереметтілігі осында. Енді Құран жаттаудың орны. Құран жаттаудың орны қандай? Құран жаттаған адамдардың орны. Бірінші, бұл жақта мен біраз нәрсе алып келем ба? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 орнын айтам. Біріншісі, ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفاضل بين أصحابه في حفظ القرآن. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалардың арасында Құран жаттаған адамдарды бөлек қарайтын еді дейді. Бөліп тұрып қарайтын еді. Факана ида ба'ата бa'тан яқулу. Егер де бір топ адамды, жаңағыдай бірнеше адамды басқа жерге бір жіберген кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейтін еді? Лиуммакум актаракум Құр'анан. Сендердің араларында Құранды кім көп біледі, сол имам болсын деп айтатын еді дейді. Бұл Бұхариде келеді бұл хадис. Яғни бір адамдарды басқа бір жерге елшілікке жіберген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не дейді? Араларында Құранды жаттаған адам, көп жаттаған адам имам болсын деп айтады дейді. Ал егер де шахидтер жиналатын болса, сахабалардың арасында шахидтер жиналатын болса, мысалға Ухуд соғысында шахидтер болды, сол шахидтер жиналатын болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам лахтқа бірінші Құранды көп жаттайтын адамдарды бірінші қоятын еді дейді. Қабірге Құранды бірінші жаңағыдай көп білетін адамдар бірінші қоятын еді дейді. Өйткені олардың құрметтілігі не? Өте үлкен. Сол себептен де біз қандай адам болсақ та, біз Құран жаттаған адамдарды, хафиздарды не істеуіміз керек? Құрметтеуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі құрметтейтін болған. Бәл кана яджалу махрал мар'ати ма яхфазуху ар-раджулу минал Qur'an. Енді бұл біздің мазхабта жаңағыдай не емес, бірақ айта кетейін, Шафи мазхабында бұл бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдердің махрын еркектің Құран жаттағанына дейін қылып қоятын болған екен. Ал бізде айтамыз, біз енді хадис, таза хадис келеді. Айша анамыз, кім? Фатима радиаллаху анха, оның махры қанша болды? 10 дирхам болды дейді. Ең кем дегенде 10 дирхам болған, сонымен біз бекітіп қоямыз. Ал енді кейбір жерлерде жаңағыдай Құранды жаттаған еркектің Құран жаттауы әйеліне махр болатын еді дейді. Көрдіңіз бе? Әйелі былай махр сұрайтын еді дейді. Менің күйеуім Құран жатта сол махры сол махрым менікі болады дейді. Айтады. Сонда не қояды? Жаңағыдай талап қояды. Ал бізде қазір бір Камри деп айтады. То есть 2 бөлмелі пәтер орталықтан деп айтады. 3 бөлмелі пәтер деп айтады. Ал кезіндегі сахабалардың әйелдері не дейтін болған? Сен хафиз болсаң, сол махры менікі болады. Ал енді ана еркек не істейді? Хафиз болмайынша жаңағыдай махрын өте алмайды. Хафиз болу керек. Ал енді махрын өтемеген адам не істейді? Егер де сіз махрын өтемесеңіз, әйеліңіздің махрын өтемесеңіз, не болады? Кім біледі? Қандай минусы бар? Қандай кафарат болады? Не дейді? Кім айтады? Біріншіден, ол қарыз болып қалады. Қиямет күнінде ол әйелің сенің жағыңнан алатын болады. Екіншіден, қандай минусы бар осының? Әйелің
сенің рұқсатынсыз төркініне кетіп қалуға несі бар? Хақысы бар. Өйткені сен махрын берген жоқсың да. Осыны жаңа әйелдеріңіз айтып қоймасын, біліп қоймасын. Махрын бермеген төркініне кетем, менің хақым бар деп жүреді сіздерге. Оның хақысы бар. Фиқи мәселе бойынша. Сол үшін оның несін беру керек, махрын беру керек. Ал енді болашақ әйелдеріңіз сіздерден махр сұрайтын болса, менің махрым сіздің хафиз болуыңыз дейтін болса, онда бітті шаруаңыз. Хафиз болуыңыз керек онда. كان يعقد الراية في المعركة لأكثرهم حفظا للقرآن لميزتهم على غيرهم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай әскерлердің араларында нелер болады? Отрядтар болады ғой. Әрбір отрядтар, мысалға садақ ататын отряд, жаңағы жылқы отрядтар, сол отрядтардың ішінде Құран көп жаттаған отрядтарға не беретін дейді? Жаңағы жалауды беріп қоятын еді дейді. Ал жалауды ұстағандар кімдер? Ең мықтылар ұстайтын еді дейді. Көрдіңіз бе? Не үшін жалауды беріп қояды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Өйткені Аллах субхану ва тағала хафиздерді өзі сақтайды деп беріп қояды дейді. Ана жалау құласа не істейді? Бітті. Сол жерде соғыс тоқтайды. Жалау не құласа бітті. Не істейді? Соғыс тоқтайды. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалауды әлсіздерге бермеген, Құранды көп жаттаған адамдарға жалауды берген екен. Енді екіншісі. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху мына жеткен хадисте ол айтады, мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның айтқан естідім дейді. لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل وأناء النهار. Бұл хадис раваху муслимде келеді екен. Мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның естідім дейді. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху. Екі нәрседе ешқандай да бір хасад болмайды дейді. Яғни хасад деп есептелмейді дейді. Хасад деп есептелмейді. Хасад дегеніміз күнә ғой. Хасад дегеніміз не? Көре алмаушылық, қызғаныш. Ал енді осы екі нәрседе сен қызғансаң да, не істесең де жаңағыдай ол хасад болып есептелмейді дейді. Күнә болып есептелмейді. Бірақ енді жаңағыдай оған кедергі жасамауымыз керек. Біріншісі, сондай бір адам дейді, Аллах субхану ва тағала оған ілім берген адам дейді. Құран жаттаған. Ол сол ілімменен күні түні айналысады дейді. Сабақ береді, жаттайды. Екіншісі, Алла субхану ва тағала соған байлық берген дейді. Ол байлығын істейді, күні түні керек жараққа жұмсайды дейді. Яғни діннің қамы үшін, Алланың разылығы үшін деп сол жерге жұмсайды дейді. Осы екі адамдан істемейді, ешқандай хасад болмайды дейді. Кезінде мына біздің елімізді отарлаған кезде, орыстар отарлаған кезде кімдерді өлтірді? Ең біріншіден молдаларды өлтірді. Молдаларды өлтірді. Молда дегеніміз негізінде үлкен атақ. Молда дегеніміз әркімге беріле беретін атақ емес. Молда дегеніміз не? Ол 12 ілімі бар адам. Бізде қазақтарды молда деп айтады. Түріктерде эфенди деп айтады. Эфенди. Бізде қазір сол жаңағы орыстар сондай бір түсінік қылып бізге тастап кеткен, молда десе өте жаман болып көрінеді. Адамдардың арасында, біздің өзіміздің халықтың арасында молда десе өте бір жаңағыдай оқымаған адам сияқты болып көрінеді. Эфенди десе бітті өте жаман адам сияқты болып көрінеді. Негізінде молда, эфенди дегеніміз не? Әпенді деген сөз ол әрбір адамға берілетін нәрсе емес. Ол мазақ емес ол. Әпенді дегеніміз. Керісінше бұл ойдың барлығын, бұл түсінік бәрін жоюымыз керек. Әпенді. Әпенді дегеніміз ол ең молда деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіз бе? Екіншіден, сол орыстар отарлаған кезде екінші кімдерді өлтірді? Байларды өлтірді. Байларды өлтірді. Байлардың малдарын тартып алды. Білеміз ғой? Ашаршылық кезінде. Міне осы екі түрлі адам өте қандай адамдар? Өте жақсы адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларды өзі айтып кеткен хадисте. Үшіншіден, Абдулла ибн Амр ибн Ал-Ас радиаллаху анху жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Юқалу ли сахибил Құран." Құранның иесіне айтады дейді. Аллах Тағала Құранда қиямет күнінде айтады: "Иқра вартақи вараттил кама кунта тураттилу фид дуния, фа инна манзилатака инда ахири аятин тақрауха" дейді. Бұл хадис Тирмизиде келеді. Аллах Тағала айтады дейді:
Құран жаттаған адамдарға. Құран жаттаған дегенде хафиздердің бәрін емес. Кім қандай Құран жаттады, соған айтады екен. Сіз егер 10 сүре жаттасаңыз, онда сізге де айтады. Бір сүре жаттасаңыз, Ихлас сүресін жаттасаңыз, сізге де айтады екен Аллах Тағала. Иқра, оқы деп айтады екен. Сөйтіп көтеріл деп айтады. Вартақи, көтеріл. Яғни сен оқыған сайын не істейсің, қиямет күнінде көтерілесің. Сенің жәннатың сол дәрежеге дейін көтеріледі. Вартақи, көтеріл дейді. Вараттил кама кунта туратилу фи дуния. Бұл дүниеде сен қалай оқыдың, тура солай оқы дейді. Сен не істейсің? Өзіңнің единственный Ихлас сүреңді оқисың. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Ихлас сүресі қанша аят? 4 аят. Сонда сен жәннаттың 4-ші дәрежесіне көтерілесің. Фа инна манзилатака, сенің жерің инда ахир аятин тақрауха, соңғы оқыған аятыңда тоқталады дейді. 4-ақ дәрежеде көтерілесің. Ал егер де сен бір пара білетін болсаң, бір параның ішінде қанша не бар? Сүре бар? 37 сүре бар, 37 сүре. 37-де қанша аяттар бар? Соншалықты дәрежеге көтересің жәннаттың. 2 пара білсең, соншалықты дәреже. Ал енді Құранның барлығын жаттайтын болсаң, Құранда қанша аят бар? 6666 деп айтады, бірақ ихтилафтар бар оның ішінде. Енді қараңыз, жәннаттың сондай дәрежесіне көтерілесіз. Иншаллах. Бұл хадис Тирмизиде келеді. Келесі. 1, 2, 3, 4. 4-шісі. Осман ибн Аффан радиаллаху анху жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Хайрукум ман тааллама ал-Құран ва алламаху." Сендердің хайырлыларың Құранды жаттағандарың және де Құранды үйреткендерің деп айтқан екен. Осы араларымызда Құран жаттаған адамдар хайырлы, және де араларымызда Құранды үйреткендер хайырлы. Бұл хадис Бухариде келеді. Келесі, 5-шісі. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху жетеді. Хадис Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман қараа харфан мин китабиллахи فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول لم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف." Бұл хадис Тирмизиде келеді. Кім-де-кім бір әріп оқитын болса, Аллах Тағаланың кітабынан дейді, онда оған бір жақсылық жазылады дейді. Уәл-хасанату, ал бір жақсылық 10 сауап болады дейді. 10 сауап болады дейді. Мен айтпаймын дейді, әлиф лам мим ол бір әріп деп айтпаймын дейді. Керісінше, әлиф ол бір әріп, лам ол екінші әріп, мим ол үшінші әріп дейді. Енді бисмиллахир-рахманир-рахим деп оқитын болсаң, қанша әріп бар? 17 әріп бар. 17 әріпті сен 10-ға көбейтесің, 170 болады. Сонда 170 сауап аласың да бисмиллахир-рахманир-рахим десең. Ал енді сен күнделікті жұмыс жасайсың, мысалға біз жұмыс жасайсың, жұмысқа тұрдың, охранник болып тұрдың, немесе жаңағындай неге барып тұрдың, мұнайға барып тұрдың, сол жақта сен Құран оқып жатсың. Құран оқып жатсың, жұмыс жасап жатсың, Құран оқып жатсың. Бос әңгіме емес, тек қана Құран оқып жатсың. Қаншама сауаптар саған жазылып жатыр. Келесі. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Bu hadis Müslim'de gelirken. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan жеткен hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтады: Қандай да бір қауым Аллах Тағаланың үйлерінен бір үйіне жиналса дейді. Қазір біз қайықта отырмыз? Алланың үйінде отырмыз. Ятлуна китаб Аллахи, Аллах Тағаланың кітабын оқитын болса дейді. Уятадарасуна байнахум, араларында соған дәрістер өтетін болса дейді. Тәжвид ілімі, мұғалім сәни, жаңағыдай әліппе дегендер сияқты. Илля назалат алейхимус сакина. Онда оларға не түседі? Сакина түседі дейді. Сакина дегеніміз не? Сакина дегеніміз тыныштық дейді. Бауырымызға сакина түсіп тұр екен. Атамызға да сакина түсіп тұр екен. Сакина дегеніміз осы да. Тыныштық дейді. Жүрегінің тыныштығы. Адамдар жаңағы тыныштық таппай кетеді ғой жаңағындай. Депрессияға түсіп, қорқып, не істесем болады деп, уайым, қайғы, осындай дәрістерге келу керек те. Жүрегі тынышталады дейді. Бір кезде Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху Бадыр соғысына
Бадыр соғысына қатысып жатқан кезде, немесе Ухуд соғысы, екеуінің ихтилаф бар, мен білмей тұрмын қайсысы екенін. Жылқының үстінде қылышпен, олар өзі айтады, осы риуаятты өзі айтады. Мен дейді соғысқа қатысайын деп тұрмын. Ойлап қарашы, соғысқа қатысатын адам, ол ешқашан ұйықтамайды, ол қарны ашпайды оның. Ол ойлап тұрды, кәдімгі мен мынау мясорубканың ішіне кірем деп тұрды ол. Мен қазір либо өлем, либо әйтеуір бір тірі қалам, қолым аяғым біреусі жоқ болып кетуі мүмкін деп ойлап тұрады ғой. Соғысқа қатысқан адам ешқашан ұйықтамайды. Ол барлық нәрселерге контролировать етіп тұрады. Сонда Абдурахман ибн Ауф айтады, мен сол соғыста күтіп тұрмыз дейді. Күтіп тұрмыз, қазір шабуыл жасауды күтіп тұрмыз дейді. Сонда дейді, Аллах Тағала маған сәкина түсірді дейді. Сәкина түсірген кезде дейді, мен дейді 5 рет дейді қылышымды ұйықтап былай жерге түсіріп алдым дейді, ол жағында. 5 рет дейді. Көрдіңіз бе? Сәкина дегеніміз осы ғой, тыныштық дегеніміз. Жүректің тыныштығы. Қашанда жүректің тыныштығы болады? Адам не істейді? Жүрегі тынышталады, уайым қайғысы кетеді. Алла субхана ва тағала оған жаңа уайым қайғысын бәрін алып тастайды. Семіре бастайды ол. Ұйықтап, семіріп жатады. Өйткені уайым қайғы жоқ, сәкина, тыныштық, ешкімнен қорықпайды, уайымдамайды. Ва ғашиятхумур рахма. Сөйтіп оларды не жаулайды дейді? Рахма. Аллах Тағаланың рахметі түседі дейді оларға. Аллах Тағаланың рахметі түскен кезде Аллах субхана ва тағала ол құлдарға, осы жақта отырған құлдардың барлығына не істейді? Ол шыққан кезде Аллах субхана ва тағала рахмет тұрады. Бір Аллах Тағала жаңағыдай үлкен сынақты жіберейін деп жатқан кезде не істейді? Оның рахмы түсті ғой. Аллах субхана ва тағаланың рахмы оның ашуынан да күшті дейді. Біздің ашуымыз күшті ме, әлде рахымдылығымыз күшті ме? Біз енді пенде болғаннан кейін біздің ашуымыз күшті болып кетеді. Кейде біз ашуланған кезде ештеңе ойламай кетеміз. Аллах Тағаланың рахымы күшті дейді. Рахымы күшті. Ва хаффатхумул малаика. Оларды не істейді? Періштелер не істейді? Үстінен жаңағыдай жаулайды дейді. Ва закарахумуллаху фиман индаху, және Алла субхана ва тағала ол адамдарды не істейді? Ең жақын періштелердің арасында сол адамды мақтайды. Қазір бізде не жүріп жатыр? Атырауда ең үздік мобилограф, ең үздік журналист, ең үздік жаңағыдай не көрдіңіз бе? Олар біз өзіміздің арамызда сол адамды мақтаймыз, үздік деп. Алла субхана ва тағала одан да керемет жерде не істейді? Біздерді мақтайтын болады, егер де біз Аллах Тағаланы еске алатын болсақ, иншалла. Әмма салафунас салих, салафас салих. Кімдер олар салафас салихтер? Сахабалар, табииндер, мин ас-сахабати ват-табиин ва ман ба'дахум фалам якуну юқаддимуна аля ал-Қур'ани шей'ан. Құранның алдына ештеме қоймаған дейді. Құран кітаптың үстіне ештеме қоймаған, Құран кітапты артына қоймаған, хафиздардың алдына шықпаған. Вала ярдауна ли талибил илми ан яхтау фи талабил улуми вал хадиси илля бa'да ан яхфаза ал-Құран. Ол салафус салихтер не істейтін болған? Ілімге, хадиске, басқа да бір істерге Құран жаттамайынша араластырмайтын болған дейді. Сен ілімді үйреніп жатсың. Сен бірінші хафиз болдың ба? Құран жаттадың ба? Айтпаса ілімге кірме, хадиске кірме. Сен бірінші Құранды жаттап ал. Сен мына іске, мемлекеттік іске кірмейсің Құран жаттамайынша деп айтады. Көрдіңіз бе? Әл-Валид ибн Муслим айтады: "Күнна иза джаласна ал-Аузаи фара'a фина хадасан." Бір кезде біз Аузаи рахимахулланың дәрістеріне отқан кезде, ол хадис дәрістеріне отқан кезде бізге ол бүйтіп айтатын еді дейді. "Ей ғұлам, Құран жаттадың ба?" деп айтатын еді. Егер де сен "Я, Құран жаттадым" деген кезде, ол сұрақ қоятын еді дейді. "Юсикумуллаху фи ауладикум", жалғастыр деп айтатын еді дейді. Жоқ, мен жалғастырамаймын десең, онда бар да Құран жатта деп айтатын еді. Көрдіңіз бе? Бірінші хафиз болу керек, одан кейін барып ілімге не істеу керек? Араласу керек. Ал осымен біз дәрісімізді аяқтайық, осы жеткілікті болар. Иншалла ұзақ болып кетті. Мына келесі тақырыпты иншалла келесі күнге қоямын иншалла. Өзім айтамын, Алла қаласа. Шығар иншалла. Ал, мен мына келесі не деймін, мен бағана жазып қойыппын. Енді қараңыздар. Құран жаттаудың несі, қайталаудың фазилеті жайында. Алла қаласа, иншалла сол қайталаудың фазилеті жайында өтеміз. Құран, кімде-кім Құранды жаттамаса, Құранды қайталамаса,
жаттаған Құран ұмытып қалатын болса, онда Аллах субханала тағаланың беріп жатқан уәдесі өте ауыр, өте ауыр. Сол үшін біз Құранды жаттауымыз керек. Құранды жаттаған Құранымызды әрқашанда қайталап тұруымыз керек. Мына соңғы мына қарамен жазылған аяттарда сол нәрсе айтылған иншалла. Келесі сабағымызда осы болады иншалла. Уахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.